Бүгін бізде колесадағы мошенниктерге разоблачение. Достар, өздеріңіз көріп жүрген боласыз, қазір TikToktан мошенник шал деген шығып жатыр, немесе сіздерді де алдап кеткен болар. Қазір мен сіздерге қалай алданбау керектігін мен сіздерге айтатын боламын. Біріншісі, фотоға назар аударыңыздар. Яғни сіздерге бір фото жіберсе машинаның, соны сіздер Яндекс.Поиск деген нәрсе бар, соған салып қарасаңыздар, ол жерде егер жаңағы машинаның фотолары шықса, яғни ол машина сатылмайды деген сөз, яғни бұл мошенник деген сөз. Екіншісі, олар көбінесе машинаның подделка история жасайды, яғни машинаның историясын күштетіп көрсету үшін сіздерге әртүрлі документтер жіберуі мүмкін, сертификат бар, осмотр, техосмотр барлығын жіберуі мүмкін. Оларға мұқият назар аударыңыздар, достар. Үшіншісі, ешқашан да предоплата жібермеңіздер. Сіздерге айтуы мүмкін, ойбай, менде дейтін кісі көп, менде дейтін сатып алатын адамдар көп, предоплата жібермесең мен сатып жіберемін, давай предоплата жібер десе, ондай нәрселерге сенбеңіздер. Егер ол продавец болса, ол ешқашан да предоплата сұрамайды, достар. Так что ешқашан да ондай мошенниктерге алданбаңыздар. Бұл алаяқтың жобасы, бізбен бірге болыңыздар.